Ветеринариялық анықтамалар беру мемлекеттік көрсетілетін қызметі Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы бұйрығымен бекітілген стандарт және Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 27 қазандағы 328 қаулысымен бекітілген регламент негізінде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті Астана және Алматы қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдары көрсетеді. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш білдірген және құжаттар топтамасын тапсырған күн ішінде мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен жүзеге асырылады және жеке және заңды тұлғаларға тегін көрсетіледі. Сіз аталмыш мемлекеттік қызметті алу үшін қызметті берушіге жүгінген кезде келесі құжаттарды ұсынасыз. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш, сәйкестендіру үшін жеке басты куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат. Қажетті құжаттар топтамасын тапсырған соң көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы өтініш білдірген күн ішінде ұсынылған құжаттарды жануардың ветеринариялық паспорты мен жеке нөмірінің және ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі деректер базасында немесе олардан үзінді көшірмелер бар жануарлар туралы мәліметтердің болуын тексереді. Жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттарға ветеринариялық тексеру жүргізеді. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген сәттегі тиісті әкімшілік аумақтық бірлік аумағындағы эпизоотиялық ахуалды ескереді. Содан соң ветеринариялық анықтаманы немесе бас тарту туралы дәлелді жауапты дайындап, кеңсе қызметкеріне ұсынады. Кеңсе қызметкері 30 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға жауап береді. Ветеринарлық анықтамада келесі деректер көрсетіледі. Ветеринарлық анықтаманы берген мекеменің атауы, қызмет алушының аты жөні, жеке сәйкестендіру нөмірі немесе заңды тұлға үшін бизнес сәйкестендіру нөмірі, жануардың аты, түрі, жасы және саны, жүргізілген тексерістер, жануар тасымалданатын көліктің түрі және қайда апарылатындығы туралы мәліметтер. Сонымен қатар қызметті көрсеткен жауапты маманның аты жөні жазылып, қолы қойылады және мекеменің мөрімен куәландырылады. Жалпы ветеринарлық анықтама тірі жануарды немесе олардан алынған өнімдерді тасымалдау үшін қажет. Ветеринарияға анықтама алуға келіп едім. Сіздар осы сапалы қызмет көрсетті, анықтаманы жылдам жасап берді. Көп рахмет.